Үзім нанның қадірі. Бекжан есімді бала болыпты. Ата-анасының еркесі болатын. Ата-анасы оның бар жағдайын жасаған, еркелетіп барлық жерге апаратын, қыдыртатын. Бекжан қиындық не екенін білмей өсетін. Бір күні көшеде оны қабаған ит қауып соңынан қуа бастады. Қатты қорыққан Бекжан шет жаққа жүгіріп кете барды. Көзін ашса, бөтен үйде жатыр екен. Қатты қорқып кетті. Сонда үлкен мейірімді апа оны көшеден тауып алғанын, сөйтіп үйлеріне әкелгенін айтты. Бекжан өзін таныстырып, рахметін айтып кете барды. Бірақ алдына қойылған бір үзім нан көңілінен шықпай қойды. Үйіне қайтып келе жатып, Бекжан қатты ойға батты. Алдына қойылған бір үзім нан оның көңілінен кетпей қойды. Қалай ғана? Сонда үзім наннан басқа жейтін ештеңелері жоқ па? Қандай аянышты. Анадай үйде қалай өмір сүреді? Мен ата-анама үлкен алғыс айтамын. Үйіне келген соң анасы дәмді тағамдар мен ыстық шай берді. Бірақ Бекжанның тамағынан ештеңе өтпеді. Көз алдынан мейірімді апам мен әлгі ұл бала кетпей қойды. Анасына барлық жайды айтты. Анасы барлық дәмді тағамды салып алып, сол үйге қарай екеуі бет алды. Мейірімді апам мен Ерлан қатты қуанды. Барлығы дәмді тағамдармен шай ішті. Бекжан анасына Ерланға мектеп киімін әперуін өтінді. Анасы алып берді. Солай Бекжан өзіне жаңа дос тапты. Бекжан өзіне дос тауып қана қоймай, өмірлік сабақ алды. Баршылықтың, жоқшылықтың қадірін түсінді. Әр күніміз тек қана жақсылықтарға толы болсын. Әрқашан бір-бірімізге мейірімді болайық. Жан жағымызға назар салып жүрейік. Баршаңызға сәттілік.